Сәлем достар, бүгін біз көптеген күткен анимациялық фильм Зверополис 2 жайлы сөйлесеміз. Алғашқы бөлім 2016 жылы шығып, көрерменнің жүрегін жаулаған еді. Енді бірнеше жылдан кейін Дисней біз Зверополис қаласына қайта алып келеді. Зверополис 2 оқиғасы бірінші бөлімнен кейін өтеді. Джуди Хопс пен Ник Уайлд енді полициядағы толыққанды әріптестер. Олар тәжірибелі, бірақ бұл жолы бұрын-соңды болмаған үлкен әрі күрделі іске тап болады. Қала сырттай тыныш көрінгенмен, ішінде жануарлар арасындағы сенім, теңдік және билік мәселелері қайта ушыға бастайды. Джуди бұрынғыдай әділдікке берік, ал Ник ақылды, ирониясы бар, бірақ ішкі жағынан өзгерген кейіпкер. Екеуі бірге күрделі істі тергей отырып, бір-бірін бұрынғыдан да жақсы тани бастайды. Зверополис 2-де ең қызықты тұстардың бірі Джуди мен Никтің арасындағы қарым-қатынастың тереңдеуі. Бұл ашық махаббат ретінде көрсетілмеуі мүмкін, бірақ көзқарасы, үнсіз қолдау, бір-бірі үшін тәуекелге баруы олардың арасында ерекше байланыс бар екенін сездіреді. Бұл сенімге, құрметке, ортақ мақсатқа құрылған қарым-қатынас. Көрермен осыдан махаббаттың нәзік, бірақ шынайы формасын көреді. Зверополисте бірқатар түсініксіз оқиғалар орын алады. Әртүрлі жанрлар арасындағы қарым-қатынас күрделене түседі. Кейбір аудандарда сенім жоғалып, қоғам екіге бөлінгендей әсер қалдырады. Джуди мен Ник бұл істің артында бір ғана қылмыскер емес, жүйелі проблема жатқанын түсінеді. Олар шындықты табу үшін жаңа аймақтарға барады, жаңа кейіпкерлермен танысады, өз көзқарастарын қайта қарауға мәжбүр болады. Зверополис 2 бізге тағы да маңызды ой тастайды. Қорқыныш адамдарды, жануарларды бөлшектейді. Сенім қоғамның негізі, әртүрлі болсақ та бірге өмір сүруге болады. Бұл балаларға қызық, ал ересектерге терең ой салатын мультфильм. Фильмде юмор жеткілікті, Никтің ирониясы мен Джудидің шынайылығы көрерменді жалықтырмайды. Кейбір сәттер күлкілі болса, кейбірі эмоцияға толы. Әзілдері жеңіл, орынды, сюжетке кедергі келтірмейді. Зверополис 2 алғашқы бөлімнің рухын сақтай отырып, оқиғаны эмоция, драма және қарым-қатынас жағынан тереңдеткен жалғасы. Егер сен детективті, мағыналы мультфильмді кейіпкерлер арасындағы химияны ұнатсаң, бұл фильм сені бейжай қалдырмайды.